Сәлем достар, барлықтарымыз жақсы көретін картофельный фрейдің жасалу жолымен бөліспекшімін. Кафеге бармай-ақ үйден өзіңіз жасап көріңіз, қытырлақ дәмді болып шығатыны сөзсіз. 3 үлкен картопты алдым. Осылай ұзынына турап шығамыз. Енді ең маңыздысы, біз қағаз майлық емес, үлкен мата майлықты алып 3-4 минут шамасында әбден суы кеткенше дұрыстап сүртіп алатын боламыз картоптарды. Одан кейін ыдысқа салып, көз мөлшерімен тұз қосамыз. Басқа дәмдеуіштер салсаңыздар да болады. Сосын ұн қосып, жақсылап қолымызбен араластырып, жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Сонда қытырлақ болып піседі. Енді қызып тұрған майға пісіріп алатын боламыз. Мен осы 3 үлкен картопты 2-ге бөліп пісірдім. Егер барлығын бірге салып жіберсек, бір-біріне жабысып, езіліп кетеді. Сондықтан бөлек пісіріп алғандарыңыз жөн. Енді қағаз майлықты төсеп, артық майын сіңдіріп алатын боламыз. Түрі әдемі, қытырлақ болып шығады. Сіздер де менің рецептіммен жасап көріңіздер және менің видеоларыма лайк басып, менің каналыма жазылыңыздар. Ас болсын.